Тікелей эфирде жеті Ньюс, студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Биыл Таразда 8 мектеп күрделі жөндеуден өтуде. Ауқымды жобаға қазынадан бөлінген қаражат қоғамдық кеңес мүшелері мен мәслихат депутаттарының назарында. Енді еліміздегі автокөлік иелері айыппұл немесе салық берешектерін өз бетінше тексеруге мүмкіндіктері бар. Электронды үкімет порталында автокөлікті бір-ақ сағаттың ішінде тексеруге мүмкіндік беретін пилоттық жоба іске қосылды. Мичурин саяжайының тұрғындары 2 айдан бері жарықсыз отыр. Облыс орталығының іргесінде орналасса да өркениеттен алшақ қалып ашынғандар көшелердің бірін жауып, көлік қозғалысын тоқтатпақ болды. Өңірімізде мәжілісмендердің жұмыс сапары жалғасын табуда. Елордадан аймақтарды аралауға аттанған 107 депутат мемлекеттік маңызы бар құрылыс жұмыстарымен танысып, тиісті шараларды қолға алуды көздеп отыр. Біздің өңірге ат басын бұрған халық қалаулысы Шәкір Қағазов та қолданысқа берілу тиіс нысандардың жұмыс барысын көріп, қоғамдық қабылдау өткізді. Шара елбасы ұсынған 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында ұйымдастырылып отыр. Әулиетаға жұмыс сапарымен келген Шәкір Құсайынұлы алдымен шаһарымыздағы көне Тараз тарихи кешенін аралап, келісімен бейбітшілік сарайының құрылысымен танысты. Осыдан соң атқамінерге соғылып жатқан Салтанат Мөлдек аудандағы 280 орындық балабақшаның қарқынды құрылысы таныстырылды. Бүгінде балабақша құрылысы 80% аяқталып отыр. Енді ғимараттың ішіне жылы еден төсеу, қабырғаларын реттеу, сыртқы әрлеу жұмыстары қалды дейді жауапты мамандар. Біздің ойымыз мынау құрылысшылар күніне 13 тамызға өткіземіз деген пландамыз. Соған тілек жасап жатырмыз қазір. Мына абаттандыру жұмыстары міне жүріп жатыр. Үлгереміз, бітеміз. Сонымен қатар халық қалаулысына Тараздағы Момышұлы мен Сейфуллин көшелерінің бойындағы жылу магистралының қалпына келтіру жұмыстары таныстырылды. Мұнда игерілген қаржы мен қызметкерлердің жалақысын уақытында беру мәселесі сөз етілді. Құбыр ұзындығы 2,7 километрді құрап отыр. Жылу жүйесін қайта қалпына келтірсе 7 мен 11 мөлтек аудандарының тұрғындары жылумен толықтай қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Мен бүгін Нұрлы жол бағдарламасы аясында бірқатар нысандарды аралаудамын. Құрылыс нысанында материалдар қай жақтікі, қызметкерлер жалақысы қанша, белгіленген графикке сәйкес жұмыс істеп жүр ма? Осы секілді басқа да сұрақтар аясында жұмыс барысы тексерілді. Енді осыдан кейін Тұрар Рысқұлов пен Меркі аудандарын аралау жоспарда. Сапар барысы еліміздегі бірге кәсіпорын Қазфосфат компаниясының зауытына жалғасты. Депутаттың мұндағы келген мақсаты нәтижелі жүріп жатқан жұмыс барысын көру емес. Жұмысты жүргізіп жатқан қызметкерлердің өтініштерін тыңдап, олардың қауіпсіздігі мен денсаулығына айрықша мән беру. Себебі өндіріс ошағында қызмет атқару оңай шаруа емес. Осыған сәйкес басшылық тараптан жыл сайын Көктал емдік сауықтыру кешенінде 200-ге жуық қызметкер емделсе, Жұлдыз балалар сауықтыру лагерінде 950 қызметкерлердің балалары демалады. Бұдан бөлек компания жұмысшыларына әлеуметтік көмек көрсетіледі, деді өндіріс басшылығы. Бізде 27 ұлттың өкілдері жұмыс істейді компанияда. Олардың арасында қарым-қатынасты, тұрақтылықты сақтау жөніндегі істеп жатқан жұмыстар туралы біз кішкентай есеп бердік. Кездесу барысында жаңағы қоғамдық келісім мүшелері тарапынан қойылған сұрақтардың негізі экономикалық тұрғыдан. Химия өнеркәсібінің алыбы Қазфосфатта дағдарыс кезінде қысқарту болмайды. Жалақыда уақытылы төленеді. Себебі еліміздегі әрбір өндіріс ошағы мен әлеуметтік нысан мемлекетіміздің экономикасын мығындап, ілгері басуын қамтамасыз етпек. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 7 Ньюс. Елімізде мемлекет тарапынан білім беру саласына ерекше мән берілген. Мәселен, жұмыспен қамту 20-20 жол картасы аясында қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу бағдарламасы арқылы елімізде жылына жүздеген жаңа білім ордалары мен ғимараттар бой көтереді. Сондай-ақ күрделі жөндеу жұмыстарынан өтеді. Жазғы маусымда облыс орталығындағы 8 мектепке 1 миллиард 223 миллион теңге көлемінде қомақты қаржы қарастырылған. Құрылыс барысымен бөлінген теңгенің тиімді игерілуін мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері бақылап қайтты.
Ыбырайым Сүлейменов атындағы нөмірі 37-ші мектеп 80-ші жылдардан бері алғаш рет күрделі жөндеу жұмыстарынан өтуде. Іргетасы осыдан 40 жыл бұрын қаланған мектептің әбден тозығы жеткен. Сондықтан мұнда небәрі 250 оқушының білім алуына мүмкіндік бар. Тіпті мектеп осыдан 3 жыл бұрын сүргілеуге жіберілген. Алайда биыл қазынадан қомақты қаражат бөлініп, қазірде 70-ге жуық азамат жөндеу жұмыстарына жұмылдырылған. Бағдарламаға сәйкес құрылыс жұмысшыларының 70% жергілікті тұрғындар. 1 сентябрьге дейін бұны толықтай бітіріп, оқушыларды мектепке келтіріп қуанталамыз деп сенім білдіремін. Енді бұрынғы жағдаймен салыстырғанда бұл мектепті танымай қалатындай өзгеріске келеміз. Барлық отандық қолымыздан келгенше барлық отандық өнім пайдаланып жатырмыз. Нысандағы жөндеу жұмыстары 21 қыркүйекке дейін аяқталуы тиіс. Қазіргі таңда құрылыс жоспарға сай жүргізілуде. Қарастырылған 128 миллион теңге қаражат толық игеріліп, орынды жұмсалу бақылауда болмақ. Дәл осындай ауқымды жұмыстар нөмірі 7, 24, 32, 56 және 21 мектептерде жүргізілуде. Ескірген ғимаратты бұзу жұмыстары жасалып жатыр. Сондықтан да біз ешқандай жерде кемшілік анықтаған жоқпыз. Қазір құрылысының жүріп жатқанына 20 күндей уақыт болды. Енді 10 күннен кейін сол әрлеу жұмыстары басталады. Сол кезде тағы бір келіп, партиялық бақылау жүргіземіз. Сол кезде кемшіліктер анықталса, ұсыныс беретін боламыз. Тексеру жұмыстарының соңында жауапты мамандарға ескертулер де айтылды. Мәселен, мектеп директорының жұмыс орнында болмағандығына тексеру комиссиясы ескерту жасады. Оны шақыртып, досконально күні-түні жұмыс істеу керек ол. Осы жерде. Анау заборлар қисайып жатыр мұрнысы. Анау отоплениясының анау албастыдай. Осы кезде осы жігіттер бар кезде қолданып қалу керек қой. Біреуін көке, біреуін жәке деп жөндету керек қой онда. Бұл директордың өзі басқарып отырған білім ордасына немқұрайлы қарауының белгісі дейді олар. Енді 1,5 айдан соң мектептің сыртқы құрылыс жұмыстары мен ішкі безендірілуі, орнатылған су жаңа пластик терезелер мен бетоннан құйылған еден, қайтадан бой көтерген шатыр барлығы тәмамдалуы қажет. Ақбота Қайнар, Саламат Сенбеков, 7 News. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы жұмыссыздарға жол ашуда. Мәселен, Талас ауданы Ақкөл ауылының тұрғыны Болат Бәйтішұлы аталған бағдарлама арқасында тұрақты жұмысқа орналасқан. Көптеген азаматтардың екі қолға бір күрек табуына сеп болған жобаның аудандарға қалай жүзеге асып жатқандығы туралы келесі бейнематериалда. Болат Бәйтішұлының жұмысы жүргеніне 3 жылдан асқан. Осы уақыт ішінде бармаған жері баспаған тауық алмапты. 2015 жылы жора жолдастардан естіп, жұмыспен қамту орталығына барып құжаттарын тапсырған. Нәтижесінде 3 айдың ішінде аталған орталықтың қызметкерлері хабарласып, өзі тұратын ауылдан тұрақты жұмыс тауып берген. Жұмысқа қамту бағдарламасымен жұмысқа тұрдым. Ақынбек ағаның малын қараймын, малына шөп салам, суғарам, малын бағам. Осымен айлығымды уақытылы алып отырмын. Осымен отбасымды асырап, семьямды асырап отырмыз. Осыған рахмет әйтеуір. Жоғарыда аталған азаматқа жұмыс беріп отырған жеке кәсіпкер Ақынбек Дастанұлы. Бұл азамат жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасының екінші бағыты. Кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру және тірек ауылдарды кешенді дамыту аясында жеңілдетілген несие алған. Сол қаржыға 80 бас аналық ұсақ мал мен 4 сиыр сатып алып, бір отбасын жұмыспен қамтып отыр. Айына 40 мың айлық алса, одан бөлек 17.500 теңге республикалық бюджет есебінен төленеді. Мынау үкіметтің 2020 бағдарламасы бойынша 2015 май айында 6% несие алып, бір 6 мыңдай теңгесін құйдық. Құдай қаласа енді сөйтіп құйып отырамыз. Қалған мал өзімізде қалады. Бағдарлама рахмет. Айта кетейік, Талас ауданында жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығы арқылы 510 аудан тұрғыны екі қолға бір күрек тапқан. Ал өткен жылдың қорытындысы бойынша 1996 адам тұрақты жұмысқа орналасыпты. Берік Жұмабайлы, Марат Таубаев, 7 News, Талас ауданынан. Үстіміздегі жылдың басында табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, табиғи монополиялар саласына бір қатар өзгерістер енгізген болатын. Осыған сәйкес 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде коммуналдық қызмет түрлеріне жаңа тарифтік саясат енгізілген еді. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды зерттеу агенттігінің Жамбыл облысы басқармасының басшысы Мүслім Қасымов осы тақырып турасында бақ өкілдерімен кездесті. Облыстағы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті 2014 жылдың тамыз айында құрылған. Бүгінгі күні облыс бойынша осы салада 45 субъект жұмыс істейді. Қабылданған жаңа заң бойынша кез келген коммуналдық қызмет түрлері тұтынушыларға түсінікті әрі көтерімді болуы тиіс. 2016 жылдың басынан бері сыбайлас жемқорлық сипатында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша 7 жоспардан тыс тексеру жұмыстар жүргізілген. Нәтижесінде заңнаманы бұзу фактісі бойынша 9 субъектіге 21 миллион 400 мың шамасында әкімшілік айыппұл салынып отыр.
Сонымен қатар жылыту маусымы кезінде артық төленген ақша негізінде 49 миллион 706 мың теңге тұрғындарға қайта қайтарылған. Енді облыстағы электр энергетика саласындағы 45 монополия субъектісінің 16-сына ұзақ мерзімді тариф бекітіліп отыр. 2013 жылдың қорытындысы бойынша 10 субъектіге шамамен 81 миллион 792 мың теңге уақытша өтемдік тарифті енгізгенбіз. 2014 жылдың қорытындысы бойынша өтемдік тариф 9 субъект бойынша 158 миллион басын құрап отыр. Яғни осы жерде бір жаңа оң динамика бар. Биылдың өзінде қазіргі таңда біз 17 миллион теңгеге тарифті төмендеттік. Жаңа және 100 миллион шамамен қазір 13 субъектіге біз тарифті төмендетеміз. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында автокөлікті 1 сағат ішінде тіркеуге мүмкіндік беретін пилоттық жобаны іске қосты. Бұған дейін азаматтар 40 минуттан аса уақытын тиісті мамандарда айыппұлдар мен салықтар төлеуге жұмсайтын. Жобаны іске қосқанға дейін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келушілер үш электрондық кезек талонын алатын. Бірі айыппұлдарды тексеру үшін әкімшілік полициясы қызметтеріне, екіншісі салық төлемдеріне тексеру үшін салық қызметкеріне, үшіншісі толық құжаттар топтамасын өткізу үшін орталық қызметкерлеріне баратын. Бұл ретте, егер азаматтың төленбеген айыппұлдары мен салықтары бар болса, оны төлеу үшін кассаға бөлек кезекке тұратын. Енді мемлекеттік корпорация қызметкері клиенттің автокөлігіне айыппұлдарды немесе салық берешектері бар жоғын өз бетінше тексере алады. Егер бар болса, электрондық үкімет порталының төлемі шлюз арқылы карточкамен төлеуге болады, немесе мамандандырған орталық ғимаратында орналасқан банк кассалары арқылы төлей алады. Тараз қаласының іргесінде орналасқан Мичурино елді мекенінде 2 айдан бері жарық жоқ. Тұрғындар қаланың маңында отырып, өркениеттен қалыс қалғандай күй кешудеміз деп ашынады. Осылайша наразылық білдірген жұрт көшелердің бірін жауып, көлік қозғалысын тоқтатпақ болды. Ал жауапты мамандардың айтуынша, саяжайда анау айтқандай мәселе жоқ деп отыр. Ақ-қараны анықтауға арнамыздың тілшілері арнайы барып, саяжайдың бүгінгі кейпіне көз жеткізді. Меня правильно пойми, мама ауру. Больная мать у меня на руках есть. Инсульт. Надо молоко, надо кефир. Пусть хоть один бастых придет, поживет здесь 2 месяца. Ауру, дети есть у всех больные, инвалиды. На каждой улице по 2-3 инвалида есть. Сколько можно терпеть уже? Мичурино саяжайы Тараз қаласының аумағында орналасқан. Мұндағы 100-ден астам түтін осымен 2 айды жарықсыз өткізуде. Электр трансформаторы істен шыққалы бері саяжайдағы тұрғындар қараңғы қапаста өмір сүріп жатырмыз дейді. Содан бері 2 айдай уақыт өткенімен жарық қосылмаған. Бұл жағдай мүмкіндігі шектеулі жандар мен шеттей бала шағасы барларды әбігерге салуда. Қазіргі әурес көп, қолайсыз тіршіліктің қашанға дейін созылары беймәлім. Елді мекен тұрғындары жауапты мамандардың жайбасарлығына қынжылады. Ескі столба сатылды, ескі тоқ сатылды, энергетика сатылды. Кән сонда жүрем. Қарыз жоқпыз біз. Еш қайсы бізге көмектеспеді. Айқайлап кетеді. Председательге мені дейді. Бір-біріне сілтейді. Энергосбыт не берет на баланс. Почему? Никто не отвечает нам. Ақшаның бәрі құйылды, қар жоқ. Сөйтіп отып, біз мазаққа отырды бұлар. Олар келіп мынаны телевизионға бізді бермей қойыңыздар, ертең арғыны 2 аптасы, 1 аптаның ішінде құрып бәрін тақтап береміз десе, мен қашып кетіп қалды. Майшамға күндері қараған саяжайлықтар осыған дейін жағылған жарықтың төлемақысын уақытылы өтеп келген біздейді. Төзімі таусылған бұқара бұған дейін де шенеуніктерге бұйымтайын айта барған. Атқа мінер азаматтар мәселенің шешімін табуға уәде берген. Айта 6 айды жамалапа қартайдының кері келген жарық жайымен жұрт бүгін тағы да қалалық әкімшіліктің есігін қақты. Көп ескертулер болды. Осы сұрақтарға байланысты толыққанды жұмыстар жүргізілуде. Бүгін соңғы күн. Ертең бізде жарық электр станциясының қабылдауы болады. Егер олар қағаздарды мақұлдап қол қойса, біз оны тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына өткіземіз. Содан соң ол бөлім өз жұмысын бастайды. Қайнар саяжайындағы жөндеу жұмыстары толық бітпейінше Мичурино елді мекенінде жарық қосылмайды. Бұл 2 саяжайдағы трансформатордың бір бағыттағы сызып бойында орналасқан. Оны бөлек ажырату мүмкін емес. Подключение идет.
Ақ жағалылардың сөзіне сенсек, жарықты толық іске қосу мерзімі жоба бойынша шілде айының 15-інде аяқталмақ. Барлығы 147 үйдің тек 97-сі берешексіз көрінеді. Демек, осы қарызы жоқтар бірінші болып электр жарығына қол жеткізеді. Сондай-ақ саяжайдың коммуникация желісіне де назар аударылып, жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Рахат Күзберген, Арман Сабыр, 7-7 News. 2016 жылдың 2 маусым мен 2 шілдесі аралығында халықаралық нашақорлықпен және заңсыз есірткі айналысымен күрес күніне орай нашақорлықтың алдын алу акциясы бастау алды. Ертең өзіңе байланысты дұрыс өмір сүр, есірткіден бас тарт. Кең ауқымды акциясының тұсаукесері 300 баланы қамтитын Бәйтерек лагерінде өтті. Есірткі тұтынудың алдын алу және заңсыз есірткі айналысына қарсы әрекет ету Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының маңызды бөлігінің бірі болып табылады. Ал осы есірткі тұтынатын нашақорлардың басым бөлігі 15-64 жас аралығындағылар. Сол себепті де алдын алу акциясының жасөспірімдерден бастауды жөн көрдік, дейді шара ұйымдастырушылары. Бүгінгі іс-шара нашақорлық пенен есірткі бизнесінің алдын алу мақсатында өткізіліп жатқан іс-шара. Акцияның басты мақсаты бұл жасөспірімдердің арасында есірткімен пайдаланудың алдын алу, есірткінің қоғамға, адамның өміріне, ағзасына тигізетін зияны туралы мағлұматтар беру. Сонымен қатар олар бос уақытсын тиімді пайдаланып, дене шынықтырумен айналысуға, спортқа айланасуға ынталандыру мақсатында спорттық іс-шаралар ұйымдастыру түрінде жүргізіліп отыр. Іс-шара аясында Бәйтерек лагеріндегі демалушыларға нашақорлықтың зияны түсіндіріліп, баяндамалар оқылды. Сондай-ақ спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Бұл іс-шарада бізге есірткі зиянды екенін, есірткі туралы көп мәлімет жинадық. Есірткіге жол жоқ. Есірткіге байланысты көптеген спорт түрлері өтуде. Біз жастар есірткіге қарсымыз. Бүгін Бәйтерек лагерінде есірткіге қарсы әртүрлі жарыстар өткізіліп жатыр. Арқан тартысы, асық, ләңгі тебу және тағы басқалар. Біз есірткіге қарсымыз. Демалыс орталығындағы Сарысу ауданы мен Сармолдаев балалар үйінің жеткіншектері салауатты өмір салтын ұстанатындарын тілге тиек етті. Белсенділік танытқандар мен жеңімпаздарға арнайы дипломдар және сыйлықтар табысталды. Жансұлу Дүйсенәлі, Арман Сабыр, 7-7 News. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай амандықта жүздескенше, ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.